Қайырлы күн баршаңызға достар. Сіздермен бүгін Бибайша. Сіздермен бүгін өте дәмді болып шығатын баклажаннан салат жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ал бисмиллах деп бастайық. Бірінші осылай баклажандарымызды жуып, кесіп алатын боламыз. Өте дәмді әрі тойымды салаттардың бірі. Дәл осы порциямен жасасаңыздар 4 тарелка шығатын болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көруіңізге кеңес беремін. Бірінші осылайынан қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа көлемде осылай баклажандарымызды кесіп алатын боламыз. Барлығын бірдей қылып кесіп, одан кейін бізге мұздай су керек. Суға салып, үстінен тұз салып, 15 минутқа қалдыратын боламыз. 15 минутқа қалдырамыз. Оға дейін тұзы сіңіп, дайын болып тұрады. Осылай қолымыздың көмегімен қысып, баклажандарымызды 15 минуттан кейін судан алатын боламыз. Салфеткамен, шашықпен жақсылап кептіріп алсаңыздар болады. Менде ол жерден түспей қалыпты. Сіздер жақсылап кептіріп алыңыздар. Осылайынан майымызды табамызға құйып, баклажандарымызды қуырып алатын боламыз. Қызып тұрған майымызға баклажандарымызды осылай салып, қып-қызыл қылып, екі жағын бірдей қылып қуырып алатын боламыз. Осылай араластырып жіберіңіздер. Барлық жеріне бірдей тиіп, өте әдемі болып пісетін болады біздің баклажанымыз. Екі жағы бірдей қып-қызыл болып, сықырлап піскенше, осылай қып-қызыл қылып піскенше, осылайынан қуырып алатын боламыз. Екі жағыны домалатып отырып, осылайынан қып-қызыл қылып бүкіл жерін тигізіп қуырып алыңыздар. Ал осы қуырып алған баклажанымызды ыдысымызға салатын боламыз. Бізде баклажанымыз дайын. Енді сарымсақтан осындай 3-4 бас чесногымызды алып, турап, жаңағы қуырылған баклажанның үстіне салатын боламыз. Сонда баклажанымызға сіңіп, өте әдемі дәм беретін болады, өзгеше дәм береді. Одан кейін қызанағымызды турайтын боламыз. Помидорымызды үлкен-үлкен қылып, әп-әдемі қылып турап алатын боламыз. Осылайынан барлығын бірдей қылып турап алсаңыздар. Сіздер қалай турайсыздар, өз еріктеріңіз. Мен осылай үлкендеу қылып турайтын боламын. Енді жаңа баклажанымыздың үстіне қызанағымызды, одан кейін осылай қияр қосамын. Балғын қиярымызды осылайынан ұзын-ұзын қылып турап алатын боламыз. Одан кейін менде кинза бар. Кинза қоссаңыздар өте дәмді шығады. Петрушка қоссаңыздар да болады. Петрушка, кинзаны араластырып қоссаңыздар, дәмі өте керемет болады. Жаңағы қиярымызды саламыз, оның үстінен петрушкамызды саламыз. Өте әдемі салат болады бізде. Осылайынан соевый соус құйып,
отбасыңызға ұсынсаңыздар болады. Біздің салатымыз дайын. Бізге ас болсын. Сіздерде жасап көрлеріңізге кеңес беремін. Өте тойымды әрі оңай салаттардың бірі. Менің болғандарыңызға өте қуаныштымын. Менің каналымда көргеніме қуаныштымын. Сау болыңыздар.